Nağыз ана. Шынар Әбілда аудармаларына. Алло, бұл жоғалған заттар бюросы ма? Деді баланың дауысы. Иә, балақай, не жоғалттым? Мен анамды жоғалттым. Ол сіздерде емес пе? Анаң қандай еді? Ол әдемі әрі мейірімді болатын. Ол мысықтарды жақсы көреді. Солай ма? Кеше ғана дәл сондай ананы тапқан еді. Мүмкін, ол сенің анаң шығар. Сен қай жерден хабарласып тұрсың? Нөмір 3 балалар үйінен. Жақсы, анаңды саған жібереміз, күт. Анасы бөлмеге кіріп келді. Әдемі, әрі мейірімді, қолына тірі мысық ұстап алды. Анашым, балақай бар даусымен айғайлап жіберді. Оны бас салып құшақтады. Қатты құшақтаған сонша саусақтары қарысып қалды. Анашым мені. Айбар өз даусынан өзі шошып оянды. Мұндай түстерді ол күнәра көреді. Жастығының астына қолын салып, әдемі қыздың суретін алды. Бұл суретті былтыр серуенде жүргенде даладан тауып алған. Енді оны ешкімге көрсетпей сақтап жүр. Осы суреттегі қыз оның анасы екеніне сенімді. Суретті үнемі жастығының астына тығып қояды. Түн қараңғысында да суретті алып, телміре ұзақ қарайтын оған. Өстіп жатып қайта ұйықтап кетіпті. Таңертең балалар үйінің меңгерушісі Перизат апай бөлмелерді аралап, қайырлы таңымен әр баланы оятып жүрген еді. Айбардың төсегінің тұсында жатқан суретті алып, мұқият қарады. Балаға қарап, Айбаржан, бұл суретті қайдан алдың? Деп сұрады. Даладан тауып алдым. Бұл кім? Менің анам, деп жымиды балаға. Ол өте әдемі, мейірімді, әрі мысықтарды жақсы көреді, деп қосып қойды. Меңгеруші суреттегі қызды бірден таныды. Былтыр бір топ волонтерлермен бірге келіп, жұмыс істеген болады. Сол кезде суретін жоғалтып қойған болды ғой. Сол кезден бастап осы бойжеткен бала асырап алайын деген тілегін білдірген еді. Бірақ қанша талпынса да рұқсат ала алмай жүрген. Жергілікті биліктің шешуінше оның бала асырап ала алмайтын бір кемшілігі бар екен. Ол күйеуге шықпаған. Сенің анаң ба, деді Перизат апай балаға қадала қарап. Сенің анаң болса, бұл жайт істің мәнісін түгелімен өзгертеді. Кабинетіне кірді де креслосына жайғасты. Жарты сағат өткенде есік қағылды. Перизат апай, кіруге бола ма? Әлгі суреттегі қыз есіктен басын соғып, рұқсат сұрап алды. Иә, Айна, кіріңіз. Қыз кірді де меңгерушінің алдына қалың папка құжаттарын қойды. Мінеки, деді ол бір түрлі қуанышпен дауыспен. Мен бәрін жинадым. Жақсы, Айна, мен қосымша бірнеше сұрақ қоюым керек. Заң бойынша солай. Мойныңа қандай жүгартып жатқанды білесің бе? Бала деген 2 сағат ойнап, ұмытып кету емес. Бала деген мәңгілікке. Мен бәрін түсінем, деді қобалжып отырған Айна. Біреуге керек екенді біле тұра, жайбарқат өмір сүре алмаймын. Жақсы, деп келісті меңгеруші. Балаларды қашан көресің? Мен оларды көріп таңдағым келмейді. Берген балаңызды ала берем, деді Айна.
Перизат апай таңданысын жасырмады. Түсінесіз бе? Сөйлеген сөздерін соңғы буынын жұтып қойып, абдыраған Айна ойын жеткізуге тырысты. Шын ата-аналар өзіне баланы таңдамайды ғой. Олар баланың алдын ала қандай болып туатынын да білмейді. Әдемі болып па, керісінше ме, мүмкін дені сау болып па, ауру болып па. Олар оны Құдай қалай білсе солай жақсы көреді. Мен де нағыз ана болғым келеді, деді. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын мұндай бала асыраушы алушыны, деп жымиды Перизат апай. Дегенмен, мен сіздің кімге ана болатыныңызды білем. Аты Айбар, жасы 5-те. Туған анасы перзентханада бас тартқан. Дайын болсаңыз ертіп келейін? Дайынмын, деді Айна нық дауыспен. Ертіп келіңіз менің баламды. Меңгеруші шығып кетті. 5 минуттан соң кішкентай ұл баланы жетектеп қайта кірді. Айбаржан, деп бастады Перизат апай. Танысып қой. Анашым, деп айқайлады Айбар. Ол Айнаға жүгіріп келіп, мойнын асылды. Саусақтар қарысып қалғанша қатты құшақтады. Анашым менің. Айна оның арқасынан сипалап ақырын ғана. Балапаным, балам менің, мен қасыңдамын, дей берді. Екеуі ұзақ аймаласты. Сосын көзімен меңгерушіні тауып алды да, баламды қашан алып кете аламын, деп сұрады. Әдетте әке, шеше мен бала бір-біріне үйреніскенше осында қала тұратын. Сосын демалыстарды алып кетіп үйрететін. Құжаттар толық түгелденген соң бір жолата алуға болатын. Мен Айбарды бірден алып кетем, деді Айна. Жақсы, деді меңгеруші, құшақтасқан екеуге мейірлене қарап. Ертең бәрібір демалыс, бірақ дүйсенбі күні құжаттарды тағы да дұрыстауға келесіздер. Айбардың бақыттан басы айналды. Ол анасының қолынан қатты ұстап алды. Жіберсе адасып қалуға қорқатындай. Оларды қоршаған тәрбиеші, күтушілер баланың заттарын сондай асығыспен жинастырып жатты. Біреулері көзін беті орамалмен сүртсе, бірі жеңмен сүртіп әлек. Айбаржан, сау бол, бізге қонаққа кел, жарай ма, деді қоштасып тұрып Перизат апай. Жақсы, келем, сау болыңыз, деп жауап қатты Айбар. Жұрттың барлығымен қоштасып, сыртқа шыққан соң, ол анасына өзінің көкейіндегі сұрағын қойды-ау әйтеуір. Анашым, ал сіз мысықты жақсы көресіз бе? Өте. Үйде 2 мысығым бар, деп күлді Айна. Алақанда, кішкентай алақанды қысып тұрып. Айбар бақытты болып кетті. Қадамын нық басып, өз үйіне асықты. Перизат апай Айна мен Айбарға терезеден ұзақ қарап тұрып, есі шыға қуанды. Сосын өз үстеліне отырды да қоңырау шала бастады. Алло, Аспан кеңсесі ме? Өтінішті қабыл алыңыз. Клиенттің аты жөні Айна Сүлейменова. Сіңірген қызметі өте жоғары, балаға бақыт сыйлады. Мұндай кезде де қажет болатынның бәрін жіберіңіздер. Шексіз бақыт, мөлдір махаббат, әр ісіне сәттілік. Айтпақшы, күйеуге шықпаған. Жігіттің төресіне жолықсын. Түсінем әрине, ондайлар аз, бірақ бұл ерекше жағдай. Толастамайтын ақша желісі керек. Оған аса қажет. Бала дұрыстап тамақтану керек қой. Бәрін жіберіп қойдыңыздар ма? Рахмет. Телефон тұтқасын қойып, аулада ойнап жүрген балаларға терезеден қарады. Арқасындағы ақ қанаттарын жайып, осылай қарап тұруды ұнататын. Авторы Паладин.
аударған Шынар Әбілда.